Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Алдыңғы видеода 5 сымдық динамо мен 5 сымдық коммутаторды 4 сымдық ток жолына қалай қою туралы қысқаша видео көрсеткенбіз. Бүгін толық линияға қалай жалғау керек көрсететін боламын. Енді бұл жаңағы коммутаторға кіріп тұрған қара тоқ сым. Бұны бізге 5 сымдықта өзгерту барысында оның керегі жоқ, сондықтан оны біз үзіп алайық. Енді бұл қара тоқ сымды динамодан шығып тұрған қызыл сызығы бар қара тоқ сымға жалғауымыз керек. Міне бұл динамодан шығып тұрған қызыл сызығы бар қара тоқ сым. Енді бұны жалғау барысында штекер арқылы жалғап алып кетсек, бұл ертеңгі күні өзіміздің запчасть ауыстырғандарымызға да және тексеруімізге де өте ыңғайлы. Енді бұл видеолар сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Еңбегімізді бағалап, лайк басып, қолдап отырыңыздар. Әрі әр реткі видеоны көру үшін және алдыңғы видеоларды толық көру үшін міндетті түрде каналға жазылып кетіңіздер. Бұл енді осы система арқылы себешке ток шығарып бере алады бізге. Енді коммутатордың тағы бір штекері бар. Ол жаңағы ақ сызығы бар қара тоқ сым жалғанады. Бұған 5 сымдық ток жолы барысында мотоциклді өшіру рөлін атқарады. Өшіру, сөндіру рөлін атқарады. Енді біз линиядағы дәл осы қара тоқ сымды тауып алайық. Ақ сызығы бар. Бұл жаңағы алдыңғы видеода көргендегідей тек қызыл кнопкамен сөніп, кілтпен сөнбейді. Бұл сол қызыл кнопкадан келіп тұрған ақ сызығы бар қара тоқ сым. Енді бұл 4 сымдық ток жолында қызыл кнопкамен өшіру кезінде осы көк ток жалғанады. Бұл жаңағы мотордан шығып коммутаторға барады. Енді бізге 5 сымдыққа өзгерту барысында бұның қажеті жоқ. Сондықтан біз бұл екі көк сымды өзара жалғап салсақ болады. Өйткені жаңағы мотордан шығып бірден коммутаторға төте кете беру керек. Енді біз жалғағалы отырған осы ақ сызығы бар қара тоқ сым әдетте рамаға тиіп қалса да белгілі бір жерден үзіліп, рамаға тиіп қалса да мотоцикліңіз оталмай қояды. Сондықтан жаңағы мотоцикл оталмай қалған кезде де осы ақ сызығы бар қара тоқ сымды қолап көргендеріңіз дұрыс. Енді біз әзір ақ сымы бар қара тоқ сым бұл жерде сигнализацияға қарай кеткен. Бізге әзіргі кезде мотоциклге сигнализацияның қажеті жоқ. Сондықтан біз оны сигнализациядан ажыратып алсақ болады. Міне бұл сигнализацияның штекері. Егер сигнализация керек дейтін болсаңыздар, ортадан ары қарай жалғап алып кетулеріңізге де болады. Сигнализация жағын үзбей ақ. Енді бізге әзір сигнализацияны қолданудың ешқандай бір қажеті жоқ. Сондықтан осы жерден қиып алып, үзіп алып, ары қарай алып кете береміз. Бұл видеоның сіздерге пайдасы тиетіні анық. Сондықтан бұны қайталап көремін десеңіздер, немесе біздегі жалпы салынған видеоны толығымен көремін десеңіздер, міндетті түрде каналға жазылып кетіңіздер. Сонда ғана біздегі барлық видео сіз іздеген уақытта каналыңыздан шығып отыратын болады. Міне осылай біз 4 сымдық линияны 5 сымдық линияға өзгертіп болдық әзір. Енді бұл барыста 4 сымдық мотоциклдің ток жолы 5 сымдық мотоциклмен бірдей жұмыс жасайды. Енді біз бұны реттеп, орап, жалпы линияны қайтадан орап шықсақ болғаны. Енді тек замокқа қалай бағыну жайлы. Бұл замоктан шығып тұрған 4 сым, 4 проволока болады. Ал енді жаңағы 4 сымдықтың замокқа кіріп тұрған жерінде тек 2 тоқ сым ғана кіреді. Қызыл мен қара. Енді біз осы замоктан шыққан ақ сызығы бар қара тоқ сыммен масса екеуін линияға жалғасақ, бұл мотоцикл толыққанды жұмыс жасайды. Яғни қызыл кнопкаға да кілтке де бағынады. Біз бұл жердегі ақ сызығы бар қара тоқ сымды жаңағы линиядан шығып тұрған жаңағы
қызыл кнопка жақтан келген осы штикерге жалғауымызға болады. Міне бұл қызыл кнопка жақтан келіп тұрған ақ сызығы бар қара тоқ сымымыз. Ал енді штикердің келесі жағы ол рамадан келіп тұрған тоқ сымдар. Бұл жаңағы тоқ сымдарды жалғаған кезде негізі сол рамадан шығып тұрған тоқ сымға жалғануымыз дұрыс. Міне бұл рамадан шыққан ақ сызығы бар қара тоқ сым. Енді біз осы ақ замоктан шыққан ақ сызығы бар қара тоқ сымды дәл осы рамадағы ақ сызығы бар қара тоқ сымға жалғаймыз. Ал енді масса, ол масса туралы барлығыңыз білесіздер, біз әрқайсы видеода да айтып келе жатырмыз. Массаны кейбір мотоциклдерде массаға айырым тоқтарды тастап кетеді. Соған жалғауымызға да болады. Не болмаса осы рамадан шығып тұрған массалардың біреуіне жалғауымызға да болады. Енді бұл 6 минуттық видео болғанымен, енді мен бұл жұмысты 26 жылдан бері жасап келемін. Сіздерге де көмегі тисе деген ниетпен видеоға түсіріп отырмын. Қолдап, қуаттап, лайк басып, каналға жазылып отырыңыздар. Келесі видеода кездескенше.